Духовное развитие, жаңағы рухани байлық деген не? Духовное развитиенің деңгейлері қандай? Осы туралы видеоны түсіндіру үшін бізде адамның 7 түрлі денесі болады екен. Дене ма? Тело деп айтылады. Дене деп айтайық. И осы 7 түрлі денені бір-бірден алып талдайтын боламыз. Қайсысы не үшін жауап беретінін талдаймыз. Бұрын мен ойлайтынмын, что адам физикалық дене, ақыл және жан, осы 3 нәрседен ғана тұрады деп. Оказывается, олай емес, 7 түрлі денеден тұрады екен. Енді бұны бір-бірден алып таңдасақ, ең біріншісі это физическое тело. Мынау матрешка деген кукла бар ғой. Матрешканы мынадай бүйтіп үлкен кукланы ашасын, ішінде кішірек ашасын, 7 қабаттан тұрады матрешка. И ең кішкентай матрешка ол плотный ағаштан жасалады. Оның іші қуыс емес. Тура сол матрешка деп елестетіңіз. Адам ол матрешка. Біріншісіне бірі киілген. И ең кішіндегі самый плотный, ең қатты материалдан тұратын, ол мынау біздің сіз мені көріп тұрған мына денеміз, физикалық дене. Физикалық дене бұл осы жер шарында жердің жаңағы бетінде өмір сүруге арналған біздің бір жанымыздың сасуды. Сосуд. Бұл физикалық дене. Физикалық денеден бөлек бізде эфирное тело бар екен. Эфирное тело бұл біздің денемізден 2 сантиметрлік қашықтықта орналасқан, 2 сантиметр жұп-жұқа біткен бір энергетическая оболочка. Физикалық дене біздің энергиямыз, адамның энергиясы осы 2 сантиметрлік эфирное телода орналасқан. Как раз энергия осы жерде біз шаршап, энергиям болмай жатыр деген нәрсе осы энергия туралы айтылған екен, эфирное тело туралы. Эфирное тело содержит в себе информацию о физическом теле. Информация о физическом теле деген мынандай кісілер болады ғой. Бүйтіп қолын бүйтіп қойып тұрып, или тамырға қолын қойып тұрып, немесе былай денемізге жақындап тұрып, біздің денсаулығымыз туралы бүкіл информацияны айтып беретін адамдарда мынау эфирное телодағы информацияны считывать ететін қабілет бар. Эфирное тело ол бір жұқа энергетическая оболочка. Бұдан бөлек бізде астральное тело бар. Астральное тело эфирное телоның сыртында 10 сантиметрден 1 метрлік қашықтықта орналасқан. Астральное телода біздің бүкіл эмоциямыз орналасқан. Эмоцияның барлығы осы астральный телода өмір сүреді екен. Егер біз жағымсыз эмоцияда өмір сүрсек, жағымсыз эмоция сигналды мынау эфирное телоға жібереді екен. Жағымсыз эмоция өзінің бір жағымсыз энергиясын эфирное телоға жібереді. Эфирное тело оны қабылдап алады да физическое телоға сигнал жібереді. Яғни аурудың бәрі психосоматика деген нәрсені түсіндіре кетейін, Мынау егер біздің астральное теломызда жағымсыз эмоция көп болса, эфирное телоға сразу сигнал барады да, и ол сигналды физическое тело обрабатывать етеді да, ауруға адам душар болады. Сондықтан жаңағы аурулардан емделу үшін астральное теломен жұмыс жасау керек. Аффирмациялар деген нәрсе бар ғой. Мысалы біз жаңағы өз-өзімізді сендіріп, менің денім сау, менде бәрі жақсы деп сөздерді айтқан кезде біз эмоциямыз кішкене жақсара бастайды. Ол эмоция жақсарғаннан кейін эфирное телоға, оның ішіндегі физическое телоға сигнал барады. Сондықтан аффирмациялар жұмыс жасайды. Сондықтан позитивное мышление жақсы жұмыс жасайды екен. Әрі қарай астральное телоның сыртында ментальное тело бар. Ментальное тело деген біздің бүкіл ойларымыз. Жаңағы мысли, материальный деген нәрсені естисіздер ғой. Осы мыслидің барлығы ментальное телода өмір сүреді екен. Мысли мидың ішінде өмір сүрмейді. Көрдіңіздер ме қалай? Мысли мидың ішінде өмір сүрмейді. Ми тек қана мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деңгейден келіп тұрған электромагнитный сигналдарды қабылдап тұратын радиоприемник.
Ми тек қана мына бір жерден келіп тұрған сигналды қабылдап тұратын нәрсе. Мына сигналдың барлығын ми жасамайды. Ми тек қана қабылдап, өңдеп, біздің денемізге түсінікті қылып, переводчик қой ана жерде жұмыс істеп тұрған ми деген. Енді ментальное телода өмір сүреді біздің ойларымыздың барлығы. Ментальное тело 2 метр қашықтықта орналасқан. Яғни міне менің денемді алып, 2 метр оңға, 2 метр солға, 2 метр жоғары, 2 метр астыға, мына жердің барлығына мен не ойлап тұрсам, сол әсер ете алады екенмін. Жағымсыз ой ойлап тұрсам, осы комнатадағы адамның барлығына менің ойым қатты әсер етіп кетеді. Кейбір адамдар болады ғой, негативный сезіп тұрасың, ана адамның жанына жақындағың келмейді, дистанция сақтағың келіп тұрады. Оказывается, өйткені мынау ментальное тело действительно 2 метр жерде орналасқан, и адам негативный, жаман ойларды көп ойлайтын адам болса, действительно басқа адамдарға ол қатты әсер етеді. С кем поведешься, от того наберешься деген сөз бар ғой. Сол осы ментальное тело туралы айтылған екен. Енді ең қызығы, ментальное телода өмір сүретін мысли не наши мысли. Мы не наши мысли. Яғни бұл жерде келіп кетіп атқан ойлар біздікі емес, ол біздің аннан-мұннан жинаған ойларымыз. Біз кімнің жанында жүреміз, соның ойын сыпырып жинап алады екенбіз. Жаңағы мусор сияқты бүйтіп ментальное телоға көп деген ойлар бүйтіп келеді да. Егер адам ментальный телодан әрі қарай дамымаған болса, міне көп адамдар осы жерге дейін ғана дамығанда, рухани мынау ары қарай көтеріліп даму жоқ. Осы деңгейде ғана дамыған. И мына ментальный тело деген біздің ойларымыз. И адам өзінің ойы арқылы өзі туралы бір түсінікті қалыптастырып алады. Менің самооценкам төмен, мені анау-мынау бірдеңе де шірдеңе деп бірдеңе құрастырып алады да, и ол мен деп ойлайды. Ты не то, что ты о себе думаешь. Сен өзің туралы ойлаған нәрсе шындық емес. Сен өзің туралы мынау қиялдан құрып алған нәрсенің барлығы сен емес. Осы нәрсені жеткізгім келеді. Көп адамдар осы ментальный деңгейде ғана өмір сүреді. Өзінің бір представлениясы бар. Мен психологпын, мысалы, менің ментальный деңгейім қандай болған. Мен жақсы сөйлеймін, мен тамақ істегенді ұнатпаймын, мен мінезім жаман, қатал. Это всего лишь менталдық деңгейде өзіме құрастырып алған образдар. И көп адам өзі туралы сөйтіп бір оймен бірнеше түрлі образдарды құрастырып алады да, жан-жақтан жинап алған образдарды. И сол образ мен екен деп өмір сүреді. Духовный рост деген әрі қарай орналасқан. Мына жерде каузальное тело. Каузальное тело деген кармическое тело деп аталады. Карма деген тек қана бұл әлемнің заңдылықтары. Бұл әлемнің өзінің, әлем жаңғырып, өркендеп өмір сүру үшін біздің Алла тағаланың, Құдайдың жаратқан иеміздің берген өзінің заңдары бар. Және сол заңдылықтар туралы білім бізде кармическое телода орналасады екен. Яғни бізге бірдеңені білу үшін кітап оқып, ментальный мусор жинап қажет емес. Бізге тек қана рухани даму арқылы мына бір жоғарғы деңгейлерге қарай өзіміздің сана сезімімізді көтеру керек екен. Мына жерде өмірдің заңдылықтары туралы бәрін білеміз. Одан кейінгі деңгей будхическое тело деп аталады. Бұл біздің интуициямыз. Біздің интуициямыз бәрін біледі. Не дұрыс емес. Бұл бізге анау Құдайдан келіп тұрған бір единое информационное поле существует. Бүкіл әлемнің ашқан ақпараттары, информациялары, өткен өмір туралы, осы шақ туралы, болашақ туралы барлығы осы будхическое телода бар. Вот это вот тело будхическое, ол интуиция деп атауға болады. Бұл жерде бүкіл ақпарат бар. Білгің келетін нәрсенің бары осы жерде орналасқан. Интуицияны ғана тек қана дамыту керек. И адам интуитивно өзіне керек ақпараттың барлығын ала алады. Осы интуитивное телоны дамыту арқылы Менделеев таблицаны түсінде көрген дейді ғой.
түсінде көргенде просто есть единое информационное поле. И егер адам өзін осы рухани жолда дамытса, осы будхическое телосын дамыту арқылы кез келген открытие, кез келген жаңалықты ашып, кез келген нәрсенің құпиясын біле алады. Осы жерде біздің творческий адамдар бар ғой, керемет жүректен өтетін өлең жазатын, керемет суреттер жасайтын, керемет туындылар шығаратын. Осы нәрсенің барлығы адамға осы будхическое телодан келеді. Это единое информационное поле. Біздің планетаның өзінің бір полесі бар. И ол поляға біз доступты аша аламыз осы будхическое телоны дамытқан кезде. Яғни біз бәріміз қазір не істеп жатырмыз? Тек қана менталды деңгейде ғана дамып жатырмыз. Ананы тыңдаймыз, мынаны тыңдаймыз, ана кітапты оқимыз, мына кітапты оқимыз. Сөйтіп тек қана менталды деңгейде дамып жатырмыз. Мынау деңгейде адам ойланбайды. Мысли здесь не работают, здесь работают чувства. Мына менталдық деңгейден асып шыққаннан кейін адамда бір ерекше сезім оянады екен. Ол бәрін сезіп, бәрін біліп тұрады, дұрыс-бұрыстың бәрін мынау жүрек арқылы сезіп тұрады. Енді будхическое телоның сыртында атмическое тело деп аталады екен. Бұл біздің Бог есть в каждом дейді христианствода. Ислам дінінде Құдай сені жүрегіңнен көріп тұр дейді. Құдай сенің жүрегіңде дейді, я. Алла тағалаға барлығы аян, сенің жүрегіңнің ішінен көріп тұрады дейді. Яғни бұл біздің ішіміздегі, біздің денеміздегі Құдайдың бір бөлігі атмическое тело. Или яғни душа. Осы жерде, осы атмическое телоның деңгейінде орналасқан екен. Енді рухани даму, жаңағы духовное просветление дегеніміз көбінесе медитацияда отырған кезде ашылатын нәрсе. Біз мына 1, 2, 3, 4 деңгейдегі денемізден шығып, мынау жоғарғы деңгейдегі денемізге қарай көтерілеміз. Сознание расширяется. Яғни біз өзімізді көру қабілетіміз оянады. Я, например, осы ақпаратты неге мен өзім іздене бастадым? Өйткені, когда у меня произошло просветление, былай жоғары қарай көтерілген кезімде, я заметила, что где-то во мне живут эмоции. Бөлек бір жерде өмір сүреді екен. Сосын, где живет эта эмоция деп мен жаңағы іздене бастаған кезде, оказывается, эмоция живет в астральном теле. Мысли в ментальном теле. Біздің негізі ойымызға, миымызға келген шлак ойлар бар ғой. Шлак ой деген ана уайым. Бүйткенде қалай болады екен, сөйткенде қалай болады екен, так бүйтейін ба, сөйтейін ба. Негізі адамға ондай артық ойдың ешқайсысы керек емес та. Адамға тек қана мына бір интуитивныйды деңгейді дамытқан жеткілікті. Интуиция арқылы сен барлығын дұрыс істеп жатқаныңды біліп, сезіп тұрсаң, оны не үшін ойлайсың? Не үшін сен оны обработкадан өткізесің? Дұрыс па, дұрыс емес па деген нәрсе не үшін керек? Енді маған осы бір оқырманым жазады. Ой, 8 жыл болды отбасы құрдық, ананың үйі бар, мынаның несі бар. Бұның бәрі ментальный мусор. Мынау ментальный деңгейден шығу керек. Адам осы деңгейден шығу керек. Сол кезде уайым, қайғы, өз-өзің біреумен салыстыру, тағы бірдеңе, оның бәрі автоматически отпадает. И мыслями надо научиться управлять. Позитивно мыслить деп айтып жатады ғой. Позитивно мыслить недостаточно. Позитивно мыслить, позитивное мышление дамытып жатырмын деген кезде сен мына деңгейден аса алмай қаласың. Надо научиться останавливать мысли, будить чувства, сезімдерді оятып, мынау жоғарғы деңгейде сезіну процестерін ояту керек. Осы деңгейге шыққан кезде адамның бойындағы бүкіл қабілет ашылады. Адамның бойындағы бүкіл білім ашылады. Рухани жаңғыру деген сөздің шынайы мағынасы осы деңгейлер арқылы әлемді көру деңгейіне жету.
Просветление, когда у человека происходит, бүкіл адамды сен уже сезе бастайсың. Жаңағы планетаның, мына жердің энергиясын сезе бастайсың, басқа адамдардың энергиясын сезе бастайсың, өзіңді жақсы сезіне бастайсың, түсіне бастайсың, бүкіл тревога кетеді, не үшін өмір сүріп жатқаныңды біле бастайсың, қалай істеу керек, бүгін не істеу керек, ертең не істеу керек, барлығын біліп тұратын состояниеға жеткен кезде адамның жүрегіндегі нағыз тыныштық осы сәтте орнайды екен. Бұл видеоны не үшін түсірдім? Осы уақытқа дейін мен психологиямен 2 жыл айналысып келе жаттым ғой. Мына деңгейден аса алмадым. Психологияның күші осы деңгейге ғана көмектеседі. Иә, сен позитивно ойлануды үйренесің. Иә, сен эмоцияңмен жұмыс жасауды үйренесің. Эмоцияңмен жұмыс жасау арқылы, иә, сен денсаулығыңды жөндейсің. Бірақ бұның барлығы ограничено, шектеулі. Бұл жерде постоянно нужно будет біреуден ақыл сұрау керек болады, бір жерден кітап оқып отыру керек болады, постоянно бір дәрсе үйрене беру керек. Мына жаққа жеткен кезде саған ештеңе керек емес. Иә, кітапты, наверное, оқисың, но не так, как раньше. Кітапты былай, бір нәрсе білсем ғой деп, бір жаның тынышталмай, көбінесе мен өзім сондай болғандықтан айтып жатырмын. Жаным тыныштық таппай, бірдеңенің жауабын білгім кеп, тура бір жайсыздықтан кітаптарды оқып, бүйтіп бір жайсыздықтан ізденетінмін. Мына деңгейде, мысалы, мына буддхическое телоны дамытқан кезде, у тебя открываются знания. Бүйтіп бәрін біліп тұрасың. Это не значит, өткен шақты, болашақты, бір ондай нәрсе емес. Дұрыс істеп жатырмын ба мен мынаны? Бүгін ана кісіге я деп айтайын ба, жоқ деп айтайын ба? Бүгін күйеуім көңілі түсіп келіпті, оған не деп жауап берсем екен? Мысалы, мына деңгейге дейін сен дамытпасаң, мына менталды деңгейде сен ойлана бастайсың. Так, настроениясы жоқ болып кепті ғой. Хайвай ашайын ба, ашпайын ба? Не істесем екен? Так, қазір хайвай ашсам, деп бесконечно самоедство, самокопание, жаңағы мына мысленный деңгейде адам застревает. Егер сен жаңағы рухани даму деңгейіне шығып алсаң, ары қарай өсіп алсаң, күйеуің комнатаға кіріп келеді ғой, сразу чувствуешь его энергию, и ты знаешь, что с этим делать. Все, оны ойламайсың даже. Мынау бүкіл мысленный жвачка тоқтайды, өшеді. Мына мысленный жвачка өшкен кезде, осы сәтте өмір сүру деген қабілет ашылады екен. Көп адамдар судың дәмін сезбейді, денесін сезбейді, тамақтың дәмін сезбейді, жапырақтың бүйтіп ағаштан түсіп құлап бара жатқанын естімейді. Неге? Өйткені ол постоянно мына ментальный жвачкада өмір сүреді. Бір нәрсені ойлап. Сол үшін рухани даму деген сол үшін керек екен. Духовность деген өмірді шынайы сүруді үйрену үшін керек екен. Мына деңгейден аса алмай қалған адамның барлығы, они не живут, они существуют на уровне мыслей. Осыны мен осы түсінгеніме көп болған жоқ, осы жақында сезіндім. Бұрын мен білетінмін, естігенмін, бірақ сезінбегем. И вот жақында сезінгеннен кейін менде өмірге деген үлкен құштарлық оянды, үлкен бір махаббат оянды, өзіме деген махаббат оянды. И как будто вот мен қазір 25 жасқа келдім, скоро 26-ға толам. Енді жаңа туған сәби секілді болып тұрмын. Керемет сезім, жаңа туған сәби секілді сезім. Осы видеоны түсіріп тұрғанымда, наверное, для того, чтобы басқа адамдар да осы сезімге жетсе екен деген ниетпен
тыңдап көргендеріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарийде қойыңыз. Мен ко всем комментариям открыта.